Қарыздарымыз саған қазақ қызы атты саяхатымызды Көкбал округінің Ақжазық ауылындағы Жамбыл атындағы мектептің жанынан ашылған Ләззат Асановаға арналған музейден бастауға рұқсат етіңіздер. Дүниені дүр сілкіндіріп өткен желтоқсан оқиғасы жүрегі халқын туған жерім деп соғатын талайлардың жанын ауыртып кеткені шындық. 1986 жылғы 16 желтоқсандағы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумында Дилмұхамед Қонаевтың зейнеткерлікке шығып, жұмыстан босауына байланысты Кремльдегілердің ұсынысы бойынша Қазақстан жағдайымен, тыныс-тіршілігімен таныс емес, сырттан әкелінген подиумның сайланғанына тек жастар ғана емес, жақсы жаман көрген үлкендер де бейтарап отыра алмай, өз дауыстарын, өз наразылықтарын білдіріп бақты. Сондай жастардың бірі осы мектептің түлегі Ләззат Асанова. Арамызда болса 50 жасқа толар еді. Міне бүгінгі күні осы музейде әңгімемізді жалғастыра отырып, Ләззаттың жеке меншік заттарымен таныстырып өтейік. Ал енді музейдегі экспонаттармен таныстырып өтсем, Ләззаттың жанұясы. 1970 жылы шілде айының 27 жұлдызында Алматы облысы Панфилов ауданы Айдарлы ауылында дүниеге келген. Әкесі Асанов Оразхан Көкбал совхозында жүргізуші болып жұмыс істеген. Анасы Асанова Алтынай Ақжазық ауылында Жамбыл атындағы орта мектебінде кітапханашы болып жұмыс істеді. Жанұясындағылар інілері Берік, Ерлік, Елдос, сіңіллері Ләйла, Ажар. Ләззат Асанованың кішкентай кезінде киген жемпірі, көйлегі, бантигі, камзолы. Мектептегі жылдары. Ләззат Асанова 1977 жылы Ақжазық ауылы Жамбыл атындағы 8 сыныптық мектепті 1 сыныбында қабылданды. Алғашқы ұстазы Әлібиева Күләй өнерлі оқушылардың талабын ұштап, өнерге бет бұруына бағыт берген. Ләззат 1 сыныптан 8 сыныпқа дейін үздік оқыды. Мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Мектепте оқушы жастар ұйымының белсенді мүшесі болды. Ләззат Асанованың іс қағаздары, сыныптан сыныпқа көшкендегі мақтау қағаздары, Ләззаттың 1-8 сынып аралығындағы мақтау қағаздары. Мектептегі жылдары. 5-8 сыныптарда сынып жетекшісі Құсайынов Жұмағұл Ләззаттың оқуына, өнеріне мән беріп, талабын ұштастырды. Мектепте оқып жүрген кезінде музыка пәнінің мұғалімі Қадыров кеңес ұйымдастырған көркемөнерпаздар үйірмесіне белсене араласты. Ләззат жастайынан өнерге бейім болды. Ән салып, домбыра тартып билегенді жақсы көретін. Ләззаттың ұстаздары. Ләззаттың студенттік өмірі. Ләззат 1985 жылы Алматы қаласындағы Чайковский атындағы музыка училищесінің қобыз бөліміне орыс тілінен 5, домбырадан 4 деген бағамен 9 балл жинап оқуға қабылданды. Ләззат Асанованың жекеменшік домбырасы және қобызы. Ләззат есімі ел есінде. 1991 жылы 12 желтоқсанда ақталған туралы шешім қабылданды. Асанова Ләззат жарлық бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл мерекелік медальмен марапатталды. Ләззаттың өзі оқыған мектебінің қабырғасына орнатылған тақта тас.
1996 жылы Ләззат Асановаға өз ауылынан бір көшенің аты берілді. Ләззаттың мектепке алғаш қадам басқанда отырған партасы. Болашақта елімізде әрбір жасты патриоттық рухта ел тәуелсіздігін берік сақтай білетін ұлт жанды азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Ләззат қызымыздың ерлік жолы ұрпақтан ұрпаққа жетсін, өмір жолы қайталанбасын. Тәуелсіздік туы әрқашан өрде шарықтап, тұғыры биік болсын. Елімізде баянды бақыт, бейбітшілік үстемдік тұра берсін. Назарларыңызға рахмет.